сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен итальяндық ұлттық тағам болонезе пастасының рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге тартылған ет, қызанақ, пияз және сарымсақ қажет болады. Және де пастаның өзін қолданамыз. Мен барилла пастасын қолдандым. Егер бұндай паста түрін таппасаңыздар, кез келген спагетти қолдана аласыздар. Және сонымен қоса міндетті түрде бізге дәл осы тағамға арналған дәмдеуіш қажет. Мен Маги компаниясының шығарған болонез дәмдеуішін қолдандым. Онсыз тағамның дәмі өзгеріп кетеді. Және де 250-300 грамм көлемінде қайнаған ыстық су қажет болады. Ыстық суды ең әуелі осылай қызанаққа құйып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Ал қызанағымыз дайын болғанша біз пиязымыз бен сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Айта кетейін, егер сіздерде сарымсақпен ұнамайтын болса, сарымсақсыз да дайындай бересіздер, ол өз еріктеріңізде. Осымен біздің қызанағымыз дайын болған екен. Қызанағымызды қабығынан толық тазартып аламыз да, оны да видеодағыдай майдалап тураймыз, ұсақтап тураймыз. Қызанақты ыстық суға салған себебіміз, ыстық суға салынған қызанақтың қабығын ашу әлдеқайда оңай болады. Бәрін дәл осылай ұсақтап турап алғаннан кейін қызып тұрған майда рет-ретімен қуырып алатын боламыз. Ең әуелі мен сарымсақ пен пиязды қосып қуырдым. Пиязымыздың түсі алтын түстес болған кезде оның үстіне тартылған етті қосамыз. Айта кетейін, бұл жерде менде тартылған еттің салмағы 250 грамм, ол шамамен 4 адамға жетеді. Егер сіздерде отбасыңызда адам саны көп болатын болса, тағы да тартылған еттің көлемін арттыруларыңызға болады. Тартылған етті әбден араластырып, жақсылап қуырыңыздар, себебі арасы бірігіп, жасып піспей қалуы мүмкін. Барлығын араластырып болғанда видеодағыдай бетін жауып, суын әбден өзі сіңіріп алғанша 5 минут шамасында қуырып аламыз. Және қуырылып болғаннан кейін оның үстіне қызанақты қосамыз. Қызанақ пен тартылған етті қосып, әбден араластырамыз да, тағы да 3-5 минут көлемінде бетін жауып қуырамыз. Осымен біздің қызанағымыз бен тартылған етіміз қуырылды, дайын. Енді оның үстіне дәмдеуішімізді, тұзымызды және суымызды құйып, бетін жауып 15-20 минутқа өте баяулыққа пісіреміз. Суымыз 250 грамм, ол шамамен тартылған еттің беті шамалы жабылып тұрса болды. Осымен біздің пастамызда және подливкамызда дайын. Пастамызды тарелкамызға саламыз да, оның үстіне подливімізді саламыз. Өте дәмді, өте тойымды, иісінің өзі өте керемет. Отбасыңызды керемет кешкі аспен қуантыңыз. Осымен біздің итальяндық ұлттық тағам болонезе пастасы дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.